Бәріңе сәлем, сіздермен жұмбақ әлем. Кинода орта ғасырдағы өмір сүрген адамдарды ұқыпты киінген, таза етіп көрсетеді. Бірақ та шын мәнінде бәрі сіз ойлағандай емес. 19 ғасырға дейін Еуропада канализация мен дәретханалар болмағандықтан, қабатты үйлерде тұрған адамдар дәрет сындыру үшін арнайы тостағандар пайдаланған. Ол уақытта көшелердегі иісті сөзбен жеткізу қиын болған делінеді. Англия мен Шотландияда жұмсартып айтар болсақ, адам организмінен шыққан туындылар толған тостағандарды терезеден төгетін болған. Көшедегілерді ескерту үшін гардилу деп айғайлаған, яғни испан тілінен абайлаңыз деген мағынаны білдіреді. Тұрғындар жоғарыдан түскен зәр мен басқа да қызықты заттардан қорғану мақсатында шляпалар киген, ал кейіннен ол сәнге айналып кеткен. Барлық Еуропа бойынша көшелерді экскременттерден тазарту үшін жұмысшы тазалаушылар жалданған болатын. Орта ғасырда әжетхана ақсүйектерден басқа ешкімде болмаған. Бірақ та ол уақыттағы әжетханалардың қазіргі нұсқаларға мүлдем ұқсамаған. Бұл жай бөлек бөлме ғана. Еуропалық ақсүйектер тура сол жерге жұмыстарын бітіріп, ал артынан қызметшілер жинап отырған. Қызметкерлер қанша тырысқанымен ол жердің иісінің кетуіне біраз уақыт кеткен. Леонардо да Винчи Парижде болғанда көшелерінде адам шыдай алмайтын иіс тұрғанын айтып кеткен. Ал ең иісі жаман жер Версаль болған. Суретте көріп отырғандарыңыздай қазіргі Версаль осындай. Франция патшасы Людовик XIV батыр клозет деп аталатын арнайы әжетхана орындығында отырып қонақ қабылдай берген. Қамалдағы иіс төзгісіз болып кеткен жағдайда патша уәзірлерімен бірге басқа резиденцияға кетіп, тек біршама уақыт иісті кетіргеннен кейін ғана қайта оралған. Адамдардың экскременттері есіктің жандарында, балкондарда, терезелердің астына дейін жатқан. Алғашқы қоғамдық дәретханалар Францияда тек 19 ғасырда пайда бола бастайды. Бірақ ол тек ер адамдарға ғана арналған еді. Негізінде ең алғашқы су ағызатын бөшкесі бар унитаз одан ерте шығарылған болатын. Оны Англия патшалығында қызмет еткен Джон Харрингтон 16 ғасырда ойлап тапқан. Бірақ канализация жоқтығынан танымалдылыққа ие болмады. Орта ғасырларда тістің жаман жағдайда болуы ақсүйектіктің белгісі болған. Көбісі қарапайым шаруалардың тістері жаман қалыпта болған деп ойлайды. Ал негізінде стоматологиялық проблемалар көбіне ақсүйектерде кездескен. Оның себебі 11-15 ғасырларда Еуропада қант кеңінен тарала басталды. Ал бұл тағамға жағдайы жақсылардың ғана қолдары жететін болған. Орта ғасырларда биттерді құдайдың інжуі деп атаған және әулиеліктің белгісі деп сенген. Дін ұстанушылар судан өткеннен басқа уақытта суға тақалмауға тырысқан. Бірақ биттермен күресу үшін әйел адамдар бит салатын қорапша немесе өздерімен бит жинауға кішкентай иттерді алып жүрген. Ал жағдайы жақсы әйелдер биттер жібекке жабыса алмай түсіп қалады деген сеніммен жібек матадан киім киген. Ал кейіннен бұл сәнге айналды. Биттерден құтылу мақсатында сынапты бас терісіне жағатындар да болған. Бірақ ол биттерге емес адамдардың өліміне алып келген. Орта ғасырда сабын гигиена және ем түрінде қолданылған. Сабын жасау үшін ағаш қабықтары мен күлді маймен араластырған. Кейіннен қалыпқа салып лаванда тәріздес әртүрлі гүлдер қосқан. Кей кездері сабынға сілті қосып та жасаған. Бірақ сілтінің зияндылығынан жуынған кезде теріні сыпырып тастауға дейін барған. Сабын өндіру 16 ғасырларда сауда жолдары мен мұхитқа жол ашылғанда кеңінен тарала бастады. Ал жуыну мәселесіне келер болсақ, ол заманның адамдары су процедураларын қабылдау өмірге қауіп төндіреді деп сенген. Себебі эпидемия мен оба кезінде тері поралары ашылып ауру жұқтырамыз деп қорыққан. Жуынбау байлардың да әдетіне айналған. Мысалы, Испания патшайымы Изабелла Кастильская өмірінде 2 рет қана жуынғанын мойындаған, туылғанда және тұрмысқа шығарда. Франция патшасының бір қызы биттерден көз жұмған, ал папа Климент VII қышыма ауруынан қайтыс болған. Үстідегі иісті кетіру мақсатында ер адамдар қалталарында кептірілген жағымды иіс шығаратын шөптер салып жүрген. Ең қызығы, ақсүйек әйелдер теріні жасарту мақсатында зәрді қолданған. Әрине, қазіргі таңда бір түрлі естілуі мүмкін. Бірақ сол уақыттың ақсүйек әйелдері үшін қалыпты нәрсе болған. Әрине, олар мұндай әрекеттер ешқандай пайда келмейтінін білмеген. 21 ғасырдың адамдарына жұмсақ тіс щеткалар мен тіс пастасы таңғалдыратын зат емес. Бірақ орта ғасырда тіс пастасының орнына әк оралған матаны шайнаған. Ауыз қуысына дұрыс күтім жасалмағаннан барлық тұрғындарда кариестер пайда болып, ауыздарына жағымсыз иістер шыға бастаған. Тіс щеткаларының жаппай шығарылымы тек 18 ғасырдың аяғында пайда болды. Орта ғасырларда босанған кезде медицина дамымағандықтан әйел мен бала өлімі көп болған. Әйелдерді тыныштандыру үшін дұғалар оқып, май мен сірке су қосылған сусындар берген. Орта ғасырлық дәрігерлер науқастарды сүлікпен, қан шығару және күйдірумен емдеген. Сүлікпен қатерлі ісік, тұмау ауруларын емдейтін болған. Бірақ та бұл тәсіл қанға инфекция түсіріп науқастардың өліміне алып келген. Ашық жараларды инфекциямен күресу мақсатында қыздырылған көсеумен басқан.
Алайда мұндай әрекеттер ауырған адамның аяқ-қолдарын кесумен аяқталған. Жалпы айтқанда бірнеше жүз жыл бұрын өмір сүрген адамдардың тұрмыс-тіршілігіндегі айырмашылықты байқаған боларсыз. Ал қазіргі жайлы өмір сүруімізге дамыған медицина мен технологияларға рахмет айтуымыз керек. Ал менің бүгінге айтарым осы. Каналға тіркеліп лайк батырмасын басуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.